әрқайсымыз үшін бұл өмірде достар үлкен мәнге ие. Достар өмірімізге және өзімізге тікелей әсерін тигізеді. Сондықтан төрдегі басымызды есікке сүйремей, биікке шығуға жәрдем беретін, салиқалы, Құдайдан қорқатын, сенімді дос сұрау өте маңызды. Әрқайсымызға жақсы істерді жасауға жәрдем беретін, қателіктерден және күнә жасаудан қорғайтын, қиыншылық келген сәттерде қолдау көрсетіп, жанымызда тұратын, Алланың разылығы үшін сыйласатын, қолдан ұстап, пешке баратын жол арқылы жетелейтін достар керек. Иманды адамдар өзара ғимараттағы бірін-бірін күшейтіп, демеп тұратын кірпіштер сияқты. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай деген: қиямет күні Алла тағала былай дейді: менің ұлылығым үшін бір-бірінді жақсы көрген адамдар бар ма? Бүгін менің көлеңкемнен басқа көлеңке болмаған күні оларды өз көлеңкемде саялатамын. Алланың разылығы үшін сүю және достық құру туралы басқа да білгілі хадистерді еске алып көрейік. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай деп айтқан: бірде бір кісі басқа ауылдағы діндес бауырына жолығып келгелі үйінен шығады. Алла тағала сонда бір періштені жолда күтіп тұруға бұйырады. Әлгі кісі жақын келгенде періште одан: қай жаққа бара жатырсың? деп сұрады. Ол болса: мына ауылда тұратын бауырымды көріп барып қайтайын дегем деп жауап береді. Періште: бәлкім сен оған қандай да бір қызметіңді көрсетіп, енді соның ақысы үшін бір нәрсе үміт етіп бара жатырған шығарсың деп сұрады. Әлгі кісі: жоқ, мен оны жай ғана Алла үшін жақсы көремін. Сонда періште былай дейді: әлбетте, сен ол кісіні Алла үшін қалай сүйсең, Алла да сені дәл солай сүйетінін айту үшін Алла мені саған жіберді. Ендеше әрбірімізде сондай достарымыз көп болсын. Олар біздің екі дүниелік бақытымыздың бір бөлігі. Досың кім екенін айтшы.